Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге песочно-слоеное тестадан жасалған ұйғыр самсасының рецептімен бөлісемін. Дайындалу өте оп-оңай, тестасында жасалу жолы жылдам әрі оңай. Дәл осы рецепт бойынша самса жасағаннан бері мен қазір слоеное теста жасап, уақытымды алмаймын, дүкеннен де слоеное теста сатып алмаймын. Және де келген қонақтарға да дәмін көрген адамдардың барлығына осы самсаның тестасы әсіресе қатты ұнады. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен қазір каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта шығатын рецептерді жіберіп алмаңыз. Және де видеома лайк басып, комментарийға менен қандай рецепттер күтесіз жазып өтсеңіз болады. Ал ендеше бастайық. Алдымен қамырын дайындайық. Ол үшін бізге керегі ұн, салқын сары май керек, тұз керек, жұмыртқа, су және қаймақ керек. Барлығының мөлшерін алдағы уақытта айтып отырамын видеода, және видеоның астында описанияда барлығын жазып қалдырдым. Ең алдымен салқын сары майымызды ұнға ауната отырып, осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сары май ұнның тең жартысы болу керек. Егер сізде 500 грамм ұн болса, 250 грамм сары май қосасыз. 400 грамм ұн болса, 200 грамм сары май қосасыз. Сары майды үгітіп алғаннан кейін 1 шай қасық тұзымызды саламыз да, қолмен осылай крошка дейді ғой, үгітінділер осылай жасап араластырамыз. Енді осының үстіне 50 грамм суымызды құямыз. Судың температурасы маңызды емес. Және де 2 жұмыртқамызды қосамыз. Осының үстіне 100 грамм қаймағымызды саламыз. Қаймақтың да пайыздылығы маңызды емес. Енді осының барлығын араластырып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамыр өте жұмсақ, жабысқақ болып көрінсе де, бұдан артық ұн қоспаңыз, және қамырды ұзақ илеудің де қажеті жоқ, жай ғана бір-бірімен біріктіріп алсаңыз жеткілікті. Қамырымызды осылай біріктіріп алғаннан кейін, ең соңында осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Енді осы дайын қамырымызды бір мешочкқа салып, морозильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Біз ол жарты сағат ішінде самсамыздың начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Ол үшін салмасын дайындау үшін бізге 400 грамм фарш және 400 грамм пияз керек. Екеуінің граммы бірдей болу керек. Егер 500 грамм ет қоссаңыз, 500 грамм пияз қосыңыз. Сонда самса өте дәмді, сочный болып шығады. Және дәміне қарай тұз, бұрыш және шамалы зира қостым. Енді пиязымызды ұсақтап турап, фаршқа қосамыз. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш, зира саламыз. Менде 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және де 1 шай қасықтай зира салдым. Барлығын жақсылап араластырып, начинкамызды дайындап аламыз. Міне, біздің начинкамызды дайын болды. Енді осы уақытта біздің морозильникте тұрған тестамызды шығарамыз. Біз начинкамызды жасағанша жарты сағаттай ғана тұрғандықтан қатып үлгерген жоқ. Керісінше өте жұмсақ, иілгіш, жұмыс істеуге өте ыңғайлы болып тұрады қамырыңыз. Енді шамалы ұн сеуіп, қамырды самса жасайтын кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Мен алдымен бастапқы уақытта таразының көмегімен үлкен самсаларға 50 граммнан, кішкентай дөңгелек самсаларға 30 граммнан бөліп аламын. Сіз көз мөлшерімен өлшесеңіз де болады, немесе осылай таразының көмегімен бөліп алсаңыз болады.
Және де тағы бір айта кететіні, шпажкаға салынатын 3 штуктан салынатын самса 3-3-тен болғандықтан соны санап алуды ұмытпаңыз. Соңында 1 самса 2 самсадан артық қалып қоймайтындай 3-3-тен дөңгелек самсаларды дайындап алып, одан қалғанын жаңағы өрілетін самса және осындай тамшы формасындағы самсаға қалдырсаңыз болады. Осылай барлық қамырды бөліп дайындап аламыз. Бөліктерге бөліп дайындап алған самсаны мен осылай дөңгелетіп, жұмыс жасауға ыңғайлы етіп, бірден барлығын домалатып аламын. Және де бетін орамалмен қатып қалмау үшін жауып қоямын. Осы рецепт бойынша 12 штук кішкентай дөңгелек самса және 12 штук үлкен самса шығады. Енді бірінші алдымен шпажкаға салынатын дөңгелек самсаларды жасап көрсетейін. Ол үшін осылай қамырды дөңгелетіп жайып аламыз. Ортасына салмамызды саламыз. Және де жан жағынан осылай аз-аздан қолыңызбен қосып отырып, айналдырып, бүріп шығамыз. Хинкали жасаған сияқты формада осылай ортаға тестаны жинап шығамыз. Және ортаға жиналғаннан кейін барлығын осылай қысып біріктіре салсаңыз болады. Дөңгелек самсаларды дәл осылай жасап шығамыз. Қазір тағы да біреуін көрсетейін. Және де қамырды жайған кезде өте жұқа етіп жайып керек емес. Жақсы болып піседі, сондықтан қорықпаңыз, қалың болып кетсе. Видеода қалыңдығын шамамен көріп тұрған шығарсыздар. Дәл осылай міне дөңгелек самсаларды видеода көрсетілгендей ортаға жинап шығамыз. Және ортаға дөңгелем болып жиналғаннан кейін оның барлығын біріктіреміз. Міне дөңгелек самсалардың барлығын осылай жасаймыз. Енді менің ең жақсы көретін формам, ол яғни шетінен өрілген самса. Ол үшін үлкен көлемдегі қамырды алып жаямыз және жартысына осылай начинкамызды, салмамызды саламыз. Осылай екі жағын біріктіріп қосып аламыз қолымызбен. Жақсылап қаттырақ қысып жабыстырып алыңыз. Және де шетінен бастап қысамыз. Қысқан кезде ұзын болып тестаңыз созылады, соны ішке қарай осылай бүктейсіз. Қатты қолмен қысасыз, шыққан тестаны ортаға қарай қайтып бүктейсіз. Сол кезде осындай өрілген сияқты болып өте әдемі болып шығады. Мен дәл осы формада өте көп жасаймын. Осы форма маған қатты ұнайды. Дәл осылай болып шығады. Тағы да біреуін қазір видеода көрсетейін. Қамырды жартысына саламыз, екі жағынан жақсылап біріктіреміз және де шетінен бастап қысып, шыққан қамырды қайта ортаға қарай жабыстырамыз. Өте оңай жасалуы. Басында кішкене қиын болып көрінуі мүмкін, қолыңыз үйренгеннен кейін өте оңай болады. Енді үшінші түрі осындай тамшының формасындағы самса. Ол үшін де үлкенірек тестаны аламыз, дөңгелек етіп жайып аламыз және де ортасына салмамызды саламыз. Енді бірінші дөңгелек жасаған сияқты етіп ортаға қарай біріктіреміз тестаны, бірақ тек жартысына дейін ғана жасаймыз. Жартысына осылай келген кезде екі жағын бір-біріне қоса саламыз. Мына жерде қарасаңыздар, салмасы жоғарғы жағында қалып қойды. Сондықтан салманы салған кезде ұзыншарақ осылай астыға қарай түсіріп салыңыз. Сонда самсаның барлық жерінде начинка болады. Мына жерде кішкене астыңғы жағы бос болып қалды. Сол үшін тағы да біреуін көрсетейін. Міне ортасына начинканы салған кезде осылай ұзын ғып саламыз. Және де шетінен бастап біріктіреміз. Тестамыздың жартысын осылай дөңгелетіп біріктіріп шыққаннан кейін екі жағында қалған тестаны қоса саламыз. Жақсылап қатты қысамыз және жиналған тестаны бір шетіне қайырып қоямыз. Осымен біздің тамшы самсамыз да дайын. Осы рецепт бойынша 12 штук үлкен самса және де 12 штук кішкентай дөңгелек самсалар болды. Мен бұның жартысын пісіремін, жартысын қатырып қоямын. Оны да қазір сіздерге көрсетемін. Міне осылай 6 дөңгелек самсаны және 3-3-тен үлкен самсаны пісіремін. Ол үшін бір жұмыртқаны жарып, жұмыртқаны араластырып, бетіне
жақсылап жағып шығамыз. Және де үстіне осындай кунжут және де мак себемін. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сепсеңіз болады. Мен дөңгелек самсаларға мак сеуіп шығамын, әдемі болып, қара болып көрініп тұру үшін. Және де үлкен самсаларға осындай кунжут сеуіп шығамын. Мактың орнына кунжуттың қара түрінде қолдансаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша 180 градус қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Енді біздің қалған самсаларымызды осылай досточканың үстіне ұн сеуіп, самсаларды қойып, және де қалған жұмыртқаны барлығына жағып шығамыз. Бетіне жаңағы себетін кунжут, мак барлығын сеуіп аламыз. Содан кейін барып морозильникке қойып қатырамыз. Сол кезде сіз пісіретін кезде уже жұмыртқасы жағылып, барлығы дайын болады. Сосын қатқаннан кейін самсаларды мешочкқа сала саласыз. Міне біздің пештен самсаларымыз да пісіп шықты. Енді осыны жақсылап шамалы суытамыз. Содан кейін барып осылай 3-3-тен шпажкаға қадап дайындаймыз. Негізі кейбір рецептерде сразу шпажкаға қадап барып пісіріңіз деп айтады. Маған олай ұнамайды, себебі біріккен жерлері аралары шикі болып піспей қалатын сияқты көрінеді. Сондықтан мен осылай дайын болғаннан кейін барып шпажкаға қадағанды дұрыс көремін. Міне осымен біздің самсаларымыз дайын. Өте оңай жасалуы әрі дәмі деген енді айта алмаймын, өте керемет. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетемін. Қамырының қандай қатпарлы екенін, үгітілмелі екенін видеодан көріп тұрған шығарсыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, астына комментарий қалдырып кетсеңіздер, мәз болып қуанып қалар едім. Алдағы уақытта қандай рецепт күтесіздер, оны да жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.